Екінші дастарханымыздың тілек етіп бастап беруге барша ата-анамыздың достары, класстастары Нұрлан Оралхан, Төлеубек Айгүл, Ерғазы Света, Асхат Айжан, Мата Жазира, Жанар Сико, Мейер, Ержан Арай, Бақытқазы Еркеш, Советхан Гүлжан, Елубек Гүлзира, Айдын, Марат Сәния, Мәншүк Анар, Қаныш Кенже, Амангелді Гүлзира, Марат Жұбаймен барша ата-анамыздың достары, класстастары, құрметті барша ата-анамыздың достары, класстастары. Рұқсат болса, мен сіздерге бата берейін, қол жайып қойыңыздар. Қол жайыңыздар, сіздерге бата берейін, жастар болса, мен батам қабыл болмай ма білмеймін. Сонда да бере салайын. Я Алла, я Алла. Қысқа сөйлеген адамның өмірін ұзақ бола бермейді. Қысқа бір үйден бір адам, жыл лебіздеріңізді білдіріп қойыңыздар, араларыңызда жол үлкен, жол үлкен. Кім? Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жүрген қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Екі қатты. Ал жаңыл Рымбек, мына жасалған тойларың екі жастар. Құтты болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Өздеріңмен бірге жасасын. Қолдарыңды байласын. Енді не бірақ келін бақытты болыңдар, көтерген сағаттарын биіп, босағаларын беріп болсын, керіңнен тең болсын, керіңнен тең болсын. Жаңа бірге оқыдық, бірге жүрдік, міне енді келде баланың бүйірі тұрғасыңдар. Балаларың бақытты болсын, өмір жасыңдар, көмірің қолдан май болады. Ал енді бүгін жастар 06-сын, 26-сын деген күнді таңдап алып асықтар. Мамасы таңдаған енді сіздер бақытты болған осы күнгі. Енді бір жылда 27-де бір басы, екі бастарын шықпас болсын дейміз. Әрқашанда келін енді құдағайлар сіздер қадамдарында үлгісіз дейміз. Әрқашанда оңаяқ болып кіргіздер бұнда. Енді мына екі жас бақытты болсын дейміз. Рымбек жаным әрқашанда. Мына біз Рымбекпен бірінші класстан бастап 10-шы класқа бірге жүрдік. Енді қалған өзіміздің біз қазақ мектебін бітірдік, бірақ 5-6 ғана қалдық қой деймін осы. Енді міне балалар аман болыңыздар. Мына келіндерді судай сынып, тастай бассын, шаңырақтарын біліп, босағаларын беріп болсын деймін әрқашанда. Бақытты болыңдар. Құрметті
Қуатты болсын қауым. Мына қонағылар, туған туысқандар, мына бірге өмірмен жолдас болғандар, бүгінгі күннен тоға келген қадамдарыңызға гүл берсін, аспаныңыз ашық болсын, әрқашанда осындай жақсы тойға жетсін. Мынау енді Рымбек жанымыз мынау жасап жатқан үлкен осы тойға дастарханға келіп, той жасап шақырғандар еді. Оқымадан, қыздарына тоймадан әрқашанда балаларын, немерелерін моншақты болсын, қыздарын моншақты болсын. Ал енді балалар менде айтатыным осы, бүгінгі күнге дейін асырап өсірген ата-аналар деп жақсы бірдей көріп, сыйлаңдар. Осы қуаныш, күлкі, осы сөйлеген сөздер осы сенің үшін. Әрқашанда бақытты болды. Аспандан ашық болсын, әрқашанда халықты тыныштау болсын, той болғанда жақсылықта етсейді. Аман есен болыңдар. Осы той тойға жалғаса берсін. Әмин, рахмет, жалғастырып беріңіз. Құрметті қауым, бүгінгі тойға жиналған құдалар, құдағайлар, құдалар, құдашалар, екі жақтың тойлары құтты болсын. Рымбек жаным, бүгінге Ақтөбенің қазына жаным, үлкен той жасап жатсыңдар ма? Кенже ұлдарым, Ибрат пен Алиманың екеуінің шаңырақ көтеретінмін. Үйде босағадан оңаяқпен аттаған келініңді, ақ түсіңді қолға қондырып жатсың. Екі жақта да сүйді болсын, балаларың бақытты болсын. Келінім дейді, барған жердің дегенді өзім бақытты боламын деп бармайды екен. Сол түскен деген шаңырағын бақытты боламын деп барады екен. Айналайын Алима, жаман жерге түскен жоқсың. Міне Рымбек пен жаңылдай әпенең бар. Екі жаққа сүйді болыңдар, Ибрат екеулерің. Көтеріп жатқан шаңырақтарың биік болсын, заңды некелерімен құттықтаймын. Бірінші байлық денсаулық, сол денсаулықтың байлығын тілеймін. Үрейлі жүзімді болыңдар. Осындай үлкен тойға, шілдеханаға жиналуға Аллах нәсіп етсін. Тойларыңды бақытты болыңдар. Рахмет. Құрметті жастар жағы сөз тыңдап қойсаңыздар, себебі қазір сіздер тілек айтқан кезде де мүмкіндік болады. Баршаңыз бір-біріңізге сыйластық танытайық. Сөз тыңдайық. Ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, құрметті тойға жиналған көпшілік қауым. Бүгін міне біз үшін ерекше күн дегеніміз бүгін міне 06-қа 6 ай 2026 жыл екен. Ол күннің өзі ерекше болып тұр. Енді бүгін Қазақстанымыздың тағы бір жас шаңырағы, жас жұбайлар шаңырақ көтеріп жатыр. Өздеріне шаңырақтан биік берекелерің кең болсын. Енді құдалар мен түрден алған орындарыңыз құтты болсын, құдалықтарыңыз жылдық болсын. Біз міне жаңылдың той егер онда жағып, тойларыңыз құтты болсын. Біз Ақсуат ауданы Сәтбаев совхозы Сәкен Сейфуллин мектебінің 85 жылдық түлектеріміз. Күлтөк жаңылдың достары, кластастары, ұл-қыздары келіп отыр. Осындардың атынан тілек. Енді жаңылдың балаларың бақытты болсын, тойларың құтты болсын. Екі жасына жаңа қатынға керегелер тең өз жолдастарының алды болыңдар. Қазақстанның еліміздің өркен. Барша тойға келген қауым істерінде осында, істердің үйлерінде осында той болсын, тойға жалғасын деген келеді. Енді айтам, барша келген қадамдарымызға айқын гүл бүрсін, тойға жалғаса берсін. Аман есен, қуатты болыңдар. Басы 85-тердің атынан. Тек. Рахмет. Аяны құрметті Рымбек апай, оған тойларыңыз құтты болсын, ексіз бақытты болсын, денсаулық болсын. Рахмет. Жастар ұрпақты болсын. Осы еліміздің өнегелі бір ұрпақтың қатарынан болсын. Осы жастардың ары қарай
görüşürüz. Anamın olsun bağırması programı yapalım. Aynı zamanda bir programı başlayalım. Rahmet oldu koyayım. Bak. Бүгін де шүбірлі болып қалған. Ұрпақтар өсіп өсіп қазан бөлді. Vay rahmet. Çiğdem. Abi. Olmaz. Çiğdem koyun. Hani bir katalım, naturalizm, kullanılıyor. Jangan ikimiz hizmetlisimiz gibi қазір уақытта екенімізді жасаймыз. Оның үстіне бала шағымызды өткіземіз. Кішкентай кезімізден әке-шешемізге көрші болғанбыз. Мама папасын танимын. Әсина апайымыз болсын, Әсина апаймен ойнап қоятын бір. Тарихым бар, бірге келеміз ойнамайсың деп. Сондай қыздар есімді қалып қойыпты. Енді осы жаңа енді мына балалардың бақыты болсын, балалардың бақыты болса, сен де бақыттысың, сізде де бақыттысыздар енді. Тек қана жақсылық тілеймін. Мына құданың төлден алған орындарыңыз құтты болсын. Құда маңғылдық кетке жүз жылдық келеді. Орталарыңда тек қана дорба болсын. Бақытты болыңыздар енді. Жаңа рахмет шақырғанына. Енді осы барлығы құрасып жүрейік. Балаларымыздың тек қана қызығын көрейік. Балаларың бақытты болсын. Vay rahmet. Tamam. Ал енді көпшілік қауымның ірімдегі класстарда 10-шы класты бірге бітіргенбіз. Қандай 12 бітіп сонда қазір 5-6 оқыдық. Қыздарымызды ұяға, ұлымызды ұяға қосып, қолдарымыз қатар. Анда-санда бас қосып. Сондан енді айтайын дегенім, ау дегенім қазақ жоқ, бір кішкене өлең айтайық дегеніміз ғой. Biz annemizden yok kişine, maralini yok kişine toy götürüp atlar sevdik. Olay bulutunu da yapılmasın diye kazandım. Aspanelik. Есепке фотосуретін алыңыздар, жиылып класстастар, арнайы сіздердің құрметтеріңізге төрде отырған жаңа қонақтарымыздың бірі әсем ән шырқап беретін болады. Келіңіз аға, өзіңіз осы жерде ән орындап берсеңіз дейміз, өзіңізге қолға салып естелікке фотосуретке түсіп алыңыздар. Құрметті барша ата-анаңыздың достары, сыныптастары, ізгі тілектеріңізге, патша көңілдеріңізге ұшан теңіз алғыс білдіреміз. Аман болыңыздар, сіздердің шаңырақтарыңызға шаттық, босануларыңыздан бақыт кетпесін дейміз. Осындай сіздердің шаңырақтарыңызға жұғысты болсын. Арнайы сіздердің құрметтеріңізге құдамыз әсем ән шырқап береді. Ортада билеп қойсаңыздар дейміз. Тамаша семенге кезек береміз. Жібере берерсің.
Ой, рахмет. Тамаша ата-ана өзіңізге қос сыйлығымыз, әсеміңізге алғыс білдіреміз, алғаныңыз екеуінде өзіңізге рахмет. Дастархан төріне жайғасып қойдыңыздар, өзіңіздер дейміз. Рахмет енді қатындар мен мырзалар, баршамыз назарды ортаға қойайықшы. Бүгінгі тойда мен Медіғатты жақсы көремін, сыйлайын дейтін ағайын болса, оң қолыңызды көтерейікші. Мен Медіғатты жақсы көремін, сыйлайын дейтін ағайын болса, оң қолыңызды көтерейік. Мен Медіғатты жақсы көремін, сыйлайын дейтін ағайындар, оң қолыңызды көтерейік. Алима, он жақ істемей ма? Мен Медіғатты жақсы көремін, сыйлайын дейтін ағайын болса, оң қолыңызды көтерейік. Оң қолыңызды көтерейік. Оң қолдарыңызды оң жақта отырған қонақтың иығына қойыңыздар. Оң жақтарыңызда отырған қонақтың иығына қойып, сен бүгін әдемі болып тұрсың, биылдан қалмай ипотека кредиттарынан құтыл деп айтыңыздар. Енді Алиманы жақсы көретіндер сол қолыңызды көтерейік. Алиманы жақсы көретіндер сол қолыңызды көтерейік. Алиманы жақсы көретіндер сол қолыңызды көтеріп, сол жақтағы отырған қонақтың иығына қойыңыздар. Сол жақтарыңызда отырған қонақтың иығына қойып, бағана сіздерге күшті сөз айтқан қонақтың бетіне қарап, бағана сіздерге күшті сөз айтты ғой, сол кісінің бетіне қарап, онда шаруам болмасын деп айтыңыздар. Екеуінде бірдей жақсы көрсе, қос қолыңызды жоғары көтеріп, қаттыра балаға соғайық, той құтты болсын! Енді мен қазір осы бір пакет сыйлықты просто так ең көңілді дастарханға бергім келіп тұр. Жалпы бүгінгі тойда қай дастархан көңілді екенін анықтап алайық. Просто так сол дастарханға бір пакет сыйлықты табыстайтын боламыз. Бүгінгі той иелері сыйлықтарды өте көп алды, соны өздеріңізге табыстайын. Бүгінгі тойдағы ең көңілді дастархан қай дастархан? Мынау репетиция. Ең көңілді дастархан! Барлықтарыңыз дастархан, құдалардың дастарханы, дастархан күшті, бірақ ең ерекше қонағымызды ортаға шақырайық, сол дастарханның председателі ретінде апай өзіңіз келіңізші. Қаттай біліңізсіз. Апайымыз, ал биле ортаға! Hoş geldiniz. Hangi isminiz? Saldırmak Hanım. Kim olalım? Kiyimderi var benim. Kiyimderi, күшті. Бүгінгі тойдағы ең көңілді дастархан өзіңіздің арқаңызда көңілді болып, өзіңізге қатты нан бәрін жаныңызда отырған сізге бөліп бересіздер. Сосын кетпеңіз, сізге бір жастық табыстайын. Кетпеңіз, мына жерде. Жоқ. Жасым деген кім сізге? Әдемі қонақ деген номинацияны берейін. Ал мынау әнші қонақ деген номинацияны көп тойда жалпы әншілер плюспен айтады ғой, бүгінгі тойда жанды дауыста «Когда мужчина влюблен» деген әнді айтқан құдамызға әнші қонақ номинациясы жанды дауыста орындап берген сізге. Өзіңізге осы неме дейді, көпшіл көрші дейді. Ондай көрмін. Көзілдіріп тапқан ағамыз қайда?
Тиго деген әйелі. Неге Тиго удостоверениеда Тиго не? Кензал, Тиго ағаның әйелі. Есіміңіз? Иран Бекхан. Кім боламыз? Классасының әйелі. Өзіңізге. Көпшіл көрші деген номинация сізге. Мына жерде модный қонақ деген номинацияны мен модный қонақ деген номинацияны мына жерде қызыл көйлек киген құдаша өзіңіз келіңіз. Сізге модный қонақ деген номинацияны өзіңізге алсаймыз. Модный қонақ! Это вам портрет. Почти портрет. Всего доброго, до свидания. Рахмет, енді қалған сыйлықтарды мен сіздерге қазпластик бүгінгі тойға алыстан келген бір адамға, алыстан келген қонағымызға Астана, Алматы, Талдықорған, Шымкент, Бобровка, Восточный. Келсеңіздер, келіңіздер, ортаға келе беріңіздер. Алыстан келген қонақтарымыз ортаға келіңіздер. Алыстан келген қонақтарымыз келе беріңіздер. Алыстан келген, бір қатарға тұрсаңыздар, бір қатарға. Қошемет салып қойыңыздар. Бүгінгі тойға той иелерін сыйлап, алтындай уақытын бөліп келген, алыстан келген меймандарымызға есіміңіз? Салтанат ханым, қайдан келдік? Бурабайдан. Көкшетаудан келді. Есіміңіз жапыр? Асия. Кім боламыз? Апайы Талғардан келдіңіз. Алматыдан. Көкшетау бізге жақын сияқты. Мынау өзіңізге апай. Кісі сәл алыстан келді. Дұрыс қойыңдар. Алматыдан келіп отыр ол. Бір адамға бір сыйлық беретін zaman. Бір адамға бір сыйлық. Рахмет. Есіміңіз апай? Сайра ханым. Сіңлісі қай жақтан келдік? Алматыдан. Алматыдан, сіз Талғардан. Алматыдан Талғар алыс білесіз ғой. Мынау өзіңізге апай. Есімің? Нұрғиса досы қай жақтан келді? Шымкенттен келді. Қошемет соқ қойсаңыздаршы. Шымкенттен келді. Шымкент Алматыдан алыс апай. Біз ең алыстан келген қонаққа береміз. Шымкент жақын емес, алыс. Өзіңіз? Онда неге шықтыңыз апай? Өз тойларыңызды өздеріңіз признавать шығысыздар. Есімің? Абылай. Қай жақтан келдің? Астанадан? Ойбай жамау отыра берсінші сен. Неге шықтың сен? Астана деген батырға жүре берсің. Үйленген бойда? Үйленген бойда? Үйленгенсің ба, бойдақсың ба? Үйленген. Ерза? Ол кездің әулетке шанағында. Футболист Қатар елінің намысын қорғайтын. Поверите направо, прямо садится. Астанадан вообще шансы қосаған. Өзіңе, рахмет. О, есіміңіз? Индира ханым. Кім боламыз? Кіммен? Маған да осылай дос бұйырсын. Қай жақтан келдің? Түркістан! Ойнашы, Түркістан! Түркістан! Шымкент? Түркістан алыс емес пе Шымкенттен? Енді шалдардан деген. Шымкенттен келіп болды. Шардар деген есеп бермейді. Түркістаннан келген қонағымыз. Ассалаумағалейкум. Есіміңіз? Ерғазы. Ерғазы кім боламыз? Сыныптасы қай жақтан келдің? Айсұлтан Мұсаев Тұқым ауылынан келдім. Тұқым дегенде. Мен енді географияны мектепте оқыған адам ретінде айтайын.
Айтқаны білемін, қай жерде екенін білмеймін. Атсызаудан? Қалбағау ма? Қалбағаудан келген екенмін ғой. Өзіңізге. Қалбағау алыс жолдары басында жаман болады қазір жақсы. Почти алыстан келген бұл кісі. Рахмет, мынау өзіңізге алыстан келген Әзімхан Нұршаев атамыздың ауылынан келген ағамыздың сыныптасы. Рахмет, дастарханға жайғасып қойыңыз. Былай істейік, жұмысты болсын деген ниетте көп балалы әкелер ортаға шықсын. Көп балалы әке, төртеуден жоғары бар ма? Әкелер. Кім бар? Ортаға шыға берсін, ортаға шықсаңыздар, көп балалы әкелер. Көп балалы әке. Міне, Қазақстанның демографиясына апа қайда кеттіңіздер? Бітеді уже. Қазақстанның демографиясына үлес қосып жүрген біздің әкелерімізге қол соғып қойыңыздар. Бұйырса сіздердің жолдарыңызды Медатқа берсін, Медатта көп балалы әке болсын. Есіміңіз? Манарбек аға. Қанша нәресте? 8. Қошемет соғып қойыңыздар. 8 баланың әкесі. Танысып есіміңіз? Арман кім боламыз? Алиманың ағасы. Қанша нәресте? 4 бала. Еңбектену керек екен бір. Сәл еңбектену керек екен, өзіңіз кеттіңіз, екеу алыңыз. Құда! Екеу. Құдаларға екеу, біз жаққа біреу. Есіміңіз құда? Руслан. Қанша нәресте? 4. Құда, мына жақта екеу. Екі есе болып тұрды. Өзіңізге кеттіңіз. Тағы да біреу ала кеттіңіз. Өзіңізге. Рахмет. 8 баланың әкесі, қошемет соғып қойыңыздар. Көп балалы әке. Жеңгеміз осы жерде ме? Рахмет. Сіз ба? Кім жан шықты? Мен ғой, мен. Рахмет. Қазір. Рахмет. Бедегенді. Жалпы көп балалы аналарға үкімет көңіл бөліп жатыр ғой, пособиясын алып жатсыздар ғой. Көп балалы әкелер вниманиясыз қалады. Кімнің? 6 бала, сіз мына жақта 8 бала болып тұрған жоқ па? Уағалейкумассалам аға. Сіз мына жаққа келем дегенше 8 бала оқиды. Отыра беріңіз. Көп балалы әкелерді іздеп жатқанымыз ғой. Сізде алды кезекші Манарбек аға. 8 баладан кейін отырасың өзіңде. Қайта тұрғым келмейді негізі. 8 баланың әкесі. Сұрайық, 4-ші баланың есімі, туған күні, айы, жылы. 2007 туған күні. Ой, шапсып қылам шыны керек. Осы мен оны емес енді. Әрқайсының ең бастысы, бұны мен андай ұмыту мақсатында сұрап жатқан жоқпын ардақтағандар. Жастарға жұмысты болсын, үлгі болсын деген ниетте ортаға шығарып жатқан жайым бар. Манарбек ағамызға 8 неше кішкентай балалар, неше кішкентай ойын баласы дейді ғой. Немерелер ме? Немере емес аға, ойын балалар ғой. Ең кішкентай нешеде? 5-те ғой, мен білмейсізге. Бір балаңызға, екінші балаңызға, кеттіңіз. 3-ші балаңызға, 4-ші балаңызға, 5-ші балаңызға, жодан соңынан берейін. 5-ші балаңызға, атыстарыңыз болсын. 7-ші балаңызға, сол 7-ші балаға келген кезде ат үшін темекі шегіп, отсында осындай пермитті береміз. Қошемет соғып қойыңыздар, көп балалы әкемізге!
достар, келесі сыйлықты беру үшін ортаға сықыра алатын әйел адам бар ма? Сықыра алатын деп сықыра алатын. Келіңіздер ортаға. Әйел адамдары, жеңгелеріміз, сықыра алатын жеңгелеріміз. Сықыра алатын жеңгелер бар ма? Рахмет. Өзіңіз ғана сияқтысыз. Досы Манарбектің, Медғаттың досы. Ал, сықырамыз е? Кәдімгідей сықырыңыз. Жоқ, нормально. Күшті екен аңғысыныкі, алға кетеді екен. Әріптесіміз досы Астанадан келген. Күшті. Түркістаннан келген досыңызға күшті негізінде сықыратын тілек болғаныңызды өзіңізге беретін әдемі өзіңізге жастық. Бір жастықта барғайсың деген еді. Ал біз әрмен қарай енді рұқсат болса ортаға барша Медғат пен Алиманың достары, жігіт жолдас, қыз жолдас бастаған барша Медғат пен Алиманың достары, әріптестері, класстастары, жастар, достар ортаға тілекке айтуға келдіңіздер. Жастар, достар! Рахмет. Барша жастар, достар шықты бай. Келіңіздер, қыздар, құрбылар. Медғат пен Алиманың достары, құрбылары, әріптестері. Енді жігіт жолдас пен қыз жолдас сіздерсі бермен қарай бір қадам алдыға басып қойыңыздар. Өздеріңіздің тілек ниеттеріңізбен бастап олайық. Әрмен қарай жалғайсыздар. Рұқсат болса сабыр сақтап сөз тыңдайық. Құрметті барша меймандар. Ассалаумағалейкум деп бастайын енді. Жиналған қауым, екі жас бақытты болсын, денсаулық, бақытты болыңыздар. Всем добрый вечер. Бүгінгі той екі жақта да құтты болсын. Медғат, Алима, поздравляю вас с этим замечательным, прекрасным днем. Желаю вам любви, которая с годами будет только крепче, больше. Уважайте друг друга, любите, цените. Медғат, береги ее. Мы доверяем ее тебе в руки. Мы очень надеемся, что рядом с тобой она будет расцветать, она будет счастлива. Также, Алима, ты тоже заботься о нем, уважай его. Желаю вам побольше детишек, чтобы каждый день ваш был наполнен только положительными, хорошими эмоциями. Все здесь сидящие, я думаю, вас очень сильно любят и вас всегда поддержат. Мы вас любим. Ассалаумағалейкум, әлеумет, қадірлі қонақтар. Медғат гүлдердің арасында көріп тұрсыз, тұрш, кәдімгі тұрш, міне, әдемі красавчик. Біз мынау 2021 ма, 22 ма, мынау волейбол ойнағанбыз екеуміз. 2019 ба? Волейбол ойнағанбыз біз. Мен базарда істейміз, Чипке сигаретта. Чипке сигаретта істейміз. Сол кезде біз команда болдық негізі. Сол кезде бұл жігітті біз көрдік та негізі. Біздің командаға тарттық. Ол волейбол жақсы ойнайды негізі. Содан біз өзінің командаға тартып, содан біз таныс болып қалдық. Бізбен жақсы араласты, біздің рәппен жақсы араласты, біздің балдармен жақсы араласты. Содан екеуміз таныс болып кеттік. Күшті таныс болдық енді. Мен өзім күшті волейболды күшті ойнаймын. Астанаға барып кішкене салмақ қосып, бір түр болып кетті негізі.
атаңда волейбол мықты дейді ол. Әлде база бар ғой негізі. Кәдімгідей. Біздің командада болды бұл жігіт. Біздің командада болды, бізбен жақсы араласты, біздің балдармен жақсы араласты. Сонымен екеуміз таныс болып кеттік. 2020-дан бері екеуміз таныспыз. Рахмет балдармен таныс, Чикпенский рахмет білесің ғой енді. Сол жерде балдармен таныс, жақсы араласып, жақсы сыйласып. Сөйтіп екеуміз араласып кеттік енді жалпы. Дос болып кеттік ғой қазір, біздің рахмет бар ғой. Күшті дос болып кеттік. Не дейді екеуіңізге? Бақытты ғұмыр кешіңдер, өмірлі шүбірлі болыңдар. Қосағымен қосаға. Мен сені жақсы білем ғой енді. Екеуміз жақсы араласты. Қастарымыз бір дегенде ғой енді. Екеуміз бақытты ғұмыр кешіңдер. Аналарың өмірін ақтаңдар. Мамаңды сыйла. Аналарың ғой енді бұл жерде. Не дейміз екеулер бақытты болыңдар, бақытты ғұмыр кешіңдер. Рахмет тойларыңыз шақырып кешіп. Бір ауыз келі, бізге бірақ кел деп бір ауыз айтып кеткенге рахмет көп. Бізді ұмытпай, сонау 2020-ма, 21-ма, қанша? 19-19-дан бері. 2019-20-дан бері бізге араласып келатырмыз ба? Бізді ұмытпай, бізге ратқа келіп. Жүресің, базарда істеймін ба? Чикпенский рат деген бар ғой. Базарда істеймін ба? Сөзіңізді істейміз. Бізге ратқа кіріп, бізді жекеше шақырып. Рахмет өзіңе. Бір ауыз айтып. Екеуі бақытты болыңдар. Бір ауыз шақырдыңыз, айтып келіңдер. Рахмет саған. Астанаға барып білмеймін, көргенім кеттім ба, қалай болып кеткен ба. Кәдімгі салмақ болсам бар. Кәдімгі басқа адам болып кетсің сен бар ғой. Ұнамай қалдың деп па. Қалдың ғой бәрі. Бәрі қалдың. Бәрі сөз. Бәрі қалдың. Бәрі сыйласты. Екеуміз пәлемайын араласып қалдық, сыйласып қалдық. Бір-бірімізді жақсы танимыз енді. ВК-да болсын, ВКонтакте болсын, WhatsApp-та болсын. Ананы тек, аналарын тек қана сыйлаңдар. Ананы тек қана жақсы көр, ананы сыйла, ананы жақсы көр. Аналарын сыйлағанда ешқашан жаман болмайды ғой. Анасын сыйлаған ешқашан қартаймайды дейді ғой енді. Аналарын сыйлай беріңдер. Сендерге бақытты ғұмыр кешейін. Жақсы ғұмыр кеше беріңдер. Сендерге тек жақсылық, қуаныш, бақытты да баяғы ғұмыр кеше беріңдер. Астана бағымызды күшті балыңдар. Тамаша. Рахмет. Ендегі сау болсын, бақытты баяғы ғұмыр кеше беріңдер. Ой, рахмет. Қалған WhatsApp-тан жашырасың ба? Бауырым, құсым құтты болсын. Бақыт болыңдар әмен екеуің. Өмірлерің ұзақ болсын. Әке-шешегің ақсын, ақтаңдар. Бақыт болыңдар. Өмірді сүбірлі болыңдар, қоспаңдар. Беріспеңдер. Ақтаңдар. Осылай ене берсін. Үлкен дәулетті үйет бас болыңдар. Бақытты болыңдар. Ойлақтарға жұмысты болсын. Өзімізді. Мынау әлемдегі ше, осы діндегі ең ғажайып ұятбас болыңдар, ғажайып. Қадірлі ана, қадірлі әке болыңдар.
Амин. әке шешеңді сыйлаңдар, бақытты болыңдар, бай болыңдар. Болсын. Ой, рахмет, тамаша. İnşallah sonra amcacık Hadi, hadi. medyada falan bir bak Aliman olsun. Baqtı olmadı neydi? Bu aytman tekleri bozmay mı? Денсаулықтары мықты болсын, екі басын шу осылай сыйлас шақырып отырғандарына рахмет. Келіп отырған барша адамдарға сыйлап отқанына келіп отқандарына рахмет. Сол достармен келіп қошемет көрсетіп сізбен де жүрген бақытты болыңдар. Ой, рахмет, тамаша. Президенттеріңіз қабыл болсын. Болдықпа, қалғанымыз қосылыңыздар. Жастар, достар, рахмет, алғыс білдіреміз. Медхат пен Алиманы ортаға шақырайық, жастармен бірге естелікке фотосуретке түсіп алыңыздар. Одан кейін сіздердің құрметтеріңізге жастар талабына сай өнімізді жоқ кім? Қанат. Қанат. Қондырған құтты болсын, бақытты бол. Осы өмірде барлық жақсылықтар тілеймін екеніңізге. Әуелі Алла, сонан кейін осы ата-аналарына, осындай туған туысқандарына рахмет айтқым келеді. Осындай тамаша дастархандарыңызға шақырып қонақ болып отырғандарыңызға. Енді арттарыңнан иманды, салихалы ұл-қыздар келе берсін. Бақытты болыңдар, ғұмырлы болыңдар. Әрқашанда осындай шаттық дастарханда, осындай күлкі ойын сауықта кездесе берейік. Бақытты болыңдар деп айтып келеді. Ой, рахмет, тамаша, келіңіздер. Жастар, естелікке фотосуретке түсіп алыңыздар. Қадамдар мен мырзалар, маған берілген тізімдегі барша адамдардың аттарын атап түстерін түсеп ортаға тілек ниет айтуға шақырдым. Мен тілек ниет айтпай қалдым деген жандар болмасын. Әр нәрсенің басында болса міндетті түрде бітер шағы соны түйіні болады. Тойымыздың басында, тойымыздың кіріспесі ретінде әулетіміздің үлкендерінің ажырма тілек ниетімен бастап алсақ, тойымыздың соңында тойдың түйінін қою үшін, қорытындылау үшін той иелерінің өздеріңізге айтар алғыс тілек ниеті ғана қалды. Той басында той иелерін қалай сыйлап құрметтеп қарсы алдыңыздар. Той соңында да дәл сондай құрмет көрсетіп, бүгінгі тойымыздың иелері Рымбек ағамыз бен Жаңыл әпкемізді сіздердің ыстық қошеметтеріңізбен ортамызға шақырамыз. Той иелері!
Мен қазақтың тойымдағы Мен қазақтың мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен барына баршам мен туған сенен бар қазақ мен қазақтың түрім қазақ тіл қазақ мен қазақтың мен айтатын жыр қазақ сүйіп болсын күйіп болсын мың қазақ той иелері рахмет. Тойларыңыз құтты болсын. Әулеттегі шаңырақтағы тойдың бастамасы болсын дейміз. Әулеттеріңізде тек қана той бола берсін. Енді сіздердің әулеттеріңізде аты шыққан ұлдар мен аты шықпаған қыздар келе берсін дейміз. Енді барша адамдардың аттарын атап жеке-жеке рахмет айтпасаңыздар да ерекше жүректеріңізге жақын, енді баршасы жақын десек те қысқа барлығына рахмет айтып қойсаңыздар. Рұқсат, енді ағамыз бастап берсін, сіздер түйіндеп қойыңыздар. Той иелерінің қорытынды тілек ниетін құрметті ханымдар мен мырзалар, шама келгенше бір 5-10 минут сабыр сақтап тыңдап қойсаңыздар дейміз. Құрметті қонақтар, бізді сыйлап қуанышымызды бөлісуге келгендеріңізге рахмет. Барлықтарыңыз аман есен үйлеріңізге жетіңіздер, жол жүретіндер. Мына екі жаққа тілейтініміз жаңағы барлық жүрек жарды айтылған лебіздерім қосыламын. Періштенің құлағына шалсын деймін. Аман есен болайық, сау болайық. Құрметті бүгінгі біздің осы дастарханымыздың қызық қуанышымызға келіп отқан барша ағайын туыс, құда жекжат, көрші қолаң, кластастар, жолдастар, менің аса құрметті де туыстарым, мен бүгінгі дастарханға келіп тұрған жаңа құдаларым, барлықтарыңызға осы келген біздің дастарханымызға өте қуаныштымыз, үлкен алғысымызды айтамыз. Рахмет. Енді мына бүгінгі ұлымыз Бекат пен қызымыз Әлима екеуі шаңырақ көтеріп жатқан босағасы берік. Еңірек кең, өте үлкен отбасы болсын. Аңнан айтылып жатқан үлкен ата-апаларымыздың осы тойға жиналған бүкіл ел жұрттың тілеген Алланың құлағына шалсын. Енді келген жаңа құдалар, адамдарымыз құтты болсын, құдамыз мың жылдық болсын, осы өмірді шаңырақ көтеріп жатқан екі баламыз бақытты болсын. Сіздердің қыздарыңыз маған келініміз қыз болсын. Енді екі балаға тілейттім, алдағы өмірлері жолдары ашық болсын, аңсаған армандарына жете берсін. Үлкен ұлағатты семья болсын деп тілейміз. Енді мынау біздің өзіміздің отбасымыздың атынан Айдана мен күйеу жолдасқа аз да болса көп тие берсін, осы сыйлығымызды табыс етеміз. Ой, рахмет, тамаша. Келіңіздер, күйеу жолдас, келсеңіздер. Көрдім бе, күйеу жолдас берген 10 мың теңгені ақталды. Алла шынайы берген нәрсені кәдімгі еселер қайтарады. Адам келіп бар, қыз жолдасқа неме алыңыздар. Просто халық ішіге отыр, неме алып келіп. Неме алып, ашын шыққан қайдан көрейкі? Осындай. Комплект. Сендерге де осындай жақсы сағат. жолдардың ашық болып, сендер де келешекте бір отбасы болуларына тілейміз. Айдана күйеу жолдас болды, басқа беріп тұр жоқ. Енді мына бүгінгі мына біздің тойымызды өткізіп жатқан осы Семейтау мейрамханасын
ұжымына жұмыс істеп осында суларды құйып жүріп жүрген мына балаларға, осы дәрді дайындаған ұжымға, тамада құдалығымыз Ситаға, оның жанында жүрген видеоға, фотоға түсіп жатқан балаларға, музыкант балаларға, барлықтарына осы бүгінгі біздің қызық қуанышымызға бірге бөлісіп жатқан бүкіл дүйім жұртқа алғысымыз шексіз. Рахмет айтамын. Ендігі сөз кезегім осы менің ақырғы несін тұшығымды болсын біздің үлкеніміз отбасымыздың Нұржан. Ал енді бүгін осы жақсы қуаныш тойға бәріміз ортақ болатын жаңа анам айтқандай ағайын туыс құда жекжат кластастары, достары, жолдастары осы жерде бәріміз келіп осы қуанышқа ортақ болып жатқандарыңызға мыңдаған алғыс. Ең бірінші байлық денсаулық дейді ғой, әркімдеріңіздің денсаулықтарыңыз мықты болсын. Екіншіден еңгенде бауырым Медағатпен келген айына көтерген шаңырақтарың биік болсын. Әрқашанда ортамызда тек жақсы жағынан көрсетіп, өздерің аман есен осы ортамызда жүре беріңдер. Туған туыстың ортасында тек жақсы жағынан көрейік, әрқашан биіктен көріңдер. Үлкен бір отбасы болыңдар. Мен осы бағанадан бері қарай осында қаншама адамның айтқан тілектерін бәріне қосыламын. Бәрі Алланың құлағына шалсын. Тағы да бір рет рахмет. Жан-жақтан алыстан келген осында ағайын туыс адамдар бар, құдалар бар, достары бар. Бәрілеріңізге рахмет. Аман есен қайта өз отбасыларыңызға, үйлеріңізге аман есен жетулеріңізді Алла нәсіп етсін. Ой, рахмет, тамаша. Той иелерінің жасаған тойы сіздердің көңілдеріңізден шықты ма? Ана деп адамдарға тіл қатпаған, ана деп сыр шертерлік жұмбақ қалам. Әлемнің әсемдігі аналар да тілімнің жеткенше жырлап қалам. Толғатып толағайдай алыптарды сіздер жүйрікті шымаптаған. Ұлжан мен зеріндердің сөзін тыңдап, ұлабай зерелікпен жыр жаттаған қазағымның аналары, оның ішінде Жанылдай анамыз жүз жасасын, қасиетті құрсағын құрғатпаған. Бүгін ұлын ұяға қондырып, 10 аяқты келініңіз болсын дейміз. Қолыңыздар жатыр, қолыңыздың ұзарғаны, тіліңіздің қысқарғаны құтты болсын дейміз өзіңізге. Әулетіңізде шаңырағыңызда тек қана той бола берсін. Аман болыңыздар. Енді құрметті ханымдар мен мырзалар, осымен той иесі сөйледі. Той бітті демеңіздер, десек те біздің қызметтік уақытымыз өз мәресіне жетті. Қазақта жақсы сөз бар, мұның түсін білгенше бірдің атын біл дейді. Сіздерге бүгін қызмет көрсеткен ұлыңыздарды біле жүріңіздер, көрген білген жерлеріңізде айта жүріңіздер. Кеш барысында сіздердің көңілдеріңізге тиетін қандай да бір сөз айтып ренжітіп қалса, сіздерден бас иіп кешірім сұраймыз. Жастығыңызды білесіздер, жүректеріңізден өшіресіздер. Сіздерге бүгін жаста болса бас болған туған жерім Абай облысы, Семей қаласы, Суықбұлақ ауылы, бір Алланың құлы, Алтынжанның ұлы Серікжан Дәулетімізбен болам. Көп рахмет! Жұмыс болсын дейміз, тойларымыз құтты болсын. Тағы да енді соңғы өтініш, баршамыз бір кісідей орнымыздан тұрайықшы. Соңғы ғана өтініш, баршамыз бір кісідей орнымыздан тұрайық. Соңғы ғана өтініш, баршамыз топ болса, шығатын есің мына жақта. Келесіңізді сенші еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақтар тек қана той болсын! Рахмет, пранк екен, пранк. Тұрмысқа шықпаған қыздар болса, ортаға келіңіздер. Тұрмысқа шықпаған қыздар болса, ортаға келіңіздер. Кім бар? Тұрмысқа шықпаған Алиманың букетін қыз жолдас келіңіз өзіңізде. Келіңіз. Букет лақтыру рәсімі. Тұрмысқа шықпаған қыздар болса, құдалар жатқан құдашаларымыз болса, ортаға келіп қойыңыздар.
Келсеңізші, Астанадағы достар, келіңіз. Келсеңізші. Сайысты бақтарын сынап көріңіздер. Алиман артыңа Алиманның жолы білесіз беріп отырмызға шығыңыздар. Ал. Бесправка. Ал. Люстраға тигізіп алмай, артыңырақ тұрасың ғой. Ал. Неге орындарында отырып бере салмадыңдар? Деп. Жастар бақытты болсын, той ұтты болсын дейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.